Сәлем достар, сіздермен бірге мен Шағыл Амиров. Бүгінгі видео басталмай жатып, сіздер менің арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. 3-ке дейін санаймыздар, сол уақыт аралығында арнама тіркеліп, лайк басып үлгеріңіздер. 1, 2, 3. Жарайсыздар, сіздерге көп рахмет. Достар, егер де менің арнамда 50 тіркелуші болса, арнамда менің таным және де менің кешім видеолары шығады. Сондықтан 50-ге жеткізіңіздер. Ал бүгінгі видеомыздың тақырыбы тиімді есептеу және де тиімді есептеу тәсілдері деп аталады. Бұл видео сіздерді қызықтырса, бастаймыз. Сіздер мына есепті бірден көзбен шығара аласыздар ма? Әрине жоқ. Біз қазір сіздерге осы есепті қалай тез әрі оңай шығаруды көрсетемін. Бірінші достар, біз мына 9 пен 3-ті көбейтіп аламыз. Тең болады 27. Сол 27-ні былай және де былай орталарын ашық болып жазамыз. Бұл ортаны неге ашық қылып жазды деп ойласаңыздар, біз бұл мына ортасына 299-ды жазамыз. Ал енді бұны неге тексеріп көрмейсіздер? Міне достар, біздің есебіміз дұрыс болып шықты. Ал енді достар, біз 105-тің квадратын тауып көрейік. Достар, біз бұның жауабын табу үшін ең бірінші 105-ті соңғы санына қосамыз. 105-ті соңғы саны қандай? 5. Сондықтан біз 5-ті жазамыз. Тең болады 110. Енді 110 деп жазамыз. Ал енді келесіде 5-тің квадратын тауып көрейік. 5-тің квадраты дегеніміз, яғни 5-ті 5-ке бөлсек тең болады 25. Енді біз осы 25-ті мына 110-ның қасына жазамыз. Міне достар, бізде осындай сан шықты. Енді қазір біз бұны тексеріп көрейік. Достар, 105-тің квадраты дегеніміз, яғни 105-ті сол 105-ке көбейту. Мен квадратты жасалмағандықтан мен осылай 105 көбейту 105 деп жаздым. Ал енді қазір біз оның теңін қарайық. Міне бізде жауабымыз дұрыс болып шықты. Келесі есеп осындай. Қазір біз осы есептерді шығарып көреміз. Бірінші біз 0-ден 9-ға дейін жазып шығамыз. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Мен жаздым. Міне, енді біз келесіде екі таңбалықтардың барлығын 9 деп жазып шығамыз. Яғни былай. Ал енді біз 9-дан 0-ге дейін жазып шығамыз. Яғни былай. Міне, біз өзіміздің есептеріміздің жауабын тез әрі оңай жасап шықтық. Ал енді біз келесі есепте мына екеуін салыстырамыз. Ол екеуін салыстыру үшін біз алдымен мына жерде мына 6-ның алтыны көбейтіп аламыз. 6 көбейту 6 тең 36. Мына жер сонда 36 болғаны. Ал енді 8 пен 5-ті көбейтеміз. 8 көбейту 5 тең 40.
Міне сонда мына жер 40 болғаны. Енді 36 көп пе, 40 көп пе? Әрине 40 көп. Біздің есебіміз шықты. Ал келесі біздің есебіміз осындай. Біз бұл есепті шығару үшін алдымен былай жасаймыз. Мына 4 пен 6-ны көбейтеміз. 4 көбейту 6 тең 24. Ал енді біз мына 5 пен 1-ді көбейтеміз. Тең 100. Және де біз осы жерден 24 тең 5-ті аламыз. Тең 19 болады. 19-ды жазамыз. Ал одан кейін біз мына 5 пен 6-ны көбейтеміз. 5 көбейту 6 тең 30. Міне бізде бұл есептің жауабы оңай әрі тиімді болып шықты. Келесі есеп бізде осындай. Біз бұл есептерді де бірден көзбен қарағанда шығара алмаймыз. Мен қазір сіздерге осы есепті қалай бірден әрі оңай шығаруды көрсететін боламын. Біз бірінші 100 және 2-ні жазамыз. Және де осы жаққа бір санды жазу үшін ол алшақтатып қоямыз. Келесінде сөйтіп орындаймыз. Және қосылған 8. 35 қосылған 8. Міне қазір біз осыларды тексеріп көрейік. Егер біздің келесі есеп осындай 106 көбейту 108. Біздің есепті шығару үшін бірінші 106-ны мына екінші сандағы соңғы сандағы санына қосамыз. Тең 111. Енді біз мына екі сандардың соңғы сандарын бір-бірлеріне көбейтеміз. Тең болады 48. Енді жазамыз 100. Міне бізде бұл есептің жауабы оңай әрі тиімді шықты. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Мен бұл видеода сіздерге тек 7 есептің қалай тез әрі оңай шығарылатынын көрсеттім. Сіздермен болған мен Шұғыла Микс. Сау болыңыздар.